Туған жерім 1976 жылы Ақтөбе облысы Ойыл ауылында дүниеге келдім. 1983 жылы Атырау облысы Сағыз станциясындағы нөмір 74 орта мектебіне қадам басып, 1993 жылы Ақтөбе қаласындағы нөмір 32 гимназия мектебін тәмамдадым. 2007 жылы Ақтөбе гуманитарлық колледжіне оқуға түсіп, 2011 жылы мектепке дейінгі мекеме тәрбиесі мамандығы бойынша оқуымды тәмамдадым. Өмірбекте жолдасым бар. Мендей сұлу жарды таңдаған, 2 ұлдың анасымын сыңғаған, 2 немерем қанатымсың, ата жолын жалғаған. 2007 жылы нөмір 16 Аққайың балабақшасында тәрбиеші мамандығы бойынша жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда Қандыағаш қаласындағы Амалия Бөбекжай балабақшасында тәрбиешімін. Педагогиялық еңбек өтілім 16 жыл. Басты мақсатым балалардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау. Әр баланың жеке қабілетін анықтап, оны дамытуға мүмкіндік беру. Балаларды шығармашылыққа, еркін ойлауға және өз ойын жеткізе білуге үйрету. Ойын арқылы оқу тәрбие үрдісін қызықты әрі тиімді ұйымдастыру. Инновациялық әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, бала бойында өмірге деген қызығушылықтарды арттыру. Әр бала қайталанбас тұлға, ал тәрбиеші сол тұлғаның қалыптасуына бағыт-бағдар беретін жетекші. Менің басты ұстанымым әр бала жеке әлем. Оны түсініп, қолдау көрсету тәрбиешінің басты міндеті. Әр бүлдіршіннің бойында шығармашылық қабілет, танымдық қызығушылық, өзіндік көзқарас бар. Оларды дамыту үшін маған тек білім мен тәжірибе ғана емес, жүрек жылуы, мейірі мен жанашырлық қажет. Баланың жүрегіне жылу сыйлап, болашағына жол аш. Бұл ұран менің тәрбиешілік қызметімнің мәнін айқындайды. Мен үшін баланың әрбір күлкісі ең үлкен жетістік, ал оның бойына тәрбие мен білім нәрін себу ең асыл міндет. Мен үшін әр бала қайталанбас тұлға, зерттеуді қажет ететін ерекше әлем. Балабақша бүлдіршіндердің алғашқы білім ошағы, ал тәрбиеші сол білімнің негізін қалайтын